Сәлем баршаға, мен сіздерге бүгін Жетісай аудандағы, яғни төркінімдегі бір күндік күнімізді көрсеткім келіп отыр. Бұл біздің төркінімдегі есік алды және мынау бақшасы. Бұл жерде картошка егілген, бірақ қазып алынған екен. Әзірге болгар бұрышы мен қызанақ пісіп тұрған екен. Міне уже пісіп банкында жауып қойған, соңғы помидор, соңғы болгар бұрыштары қалған екен. Енді бұл жерде көктем ерте шығатындықтан бірінші көк гүлдер де өседі, бірінші болып огородта піседі дегендей, укроптар да мына жерде пісіп дайын болып ұрық күйінде тұр екен. Және мына жерде менің анамның аялап өсірген аппақ әдемі гүлдері бар десем де болады. Бұл гүлдерге су көбірек қажет етеді. Жетісай ауданында білесіздер, су қаншалықты жерге төгсең де су өзіне жер сіңіріп ала береді. Мынандай әдемі гүлдерді көргенсіздер ма? Азанғы күн шыққан кезде жайқалып ашылады да, түске дейін ашылып, түсте бірақ жабылып қалады екен. Бұл суды көбірек қажет ететін гүлдің түрі қызыл, сары, осылай розовый болып, әдемі болып ашылып тұрады. Ол жерде Жетісай ауданының несімен танымал? Әрине мақта, қауын, дарбызымен. Дарбызға ол жерге барған соң міндетті түрде тойып жеп алсан керемет. Бұл жүзім бұл біздің кешмеш деген жүзіміміз, бірақ осындай бірақ түбі қалған. Мына жерде біздің қауындар. Бұл қауынның ішінде жейтін қауын да бар, жемейтін қауын да бар. Көбінесе Жетісайда қауындарымыз көп егілгеннен кейін отходтар шығады. Ол отходтарды міндетті түрде мал болғаннан кейін малға, осылай малдарға береді. Бұл жерде жейтін де жемейтін де бар. Бұл жерде мен келінім қуырдақ істеп жатыр. Анашым біз келеді деп бір жілік ет алған екен. Содан бүгін алғашқы күннен қуырдақ жеп жатырмыз. Дайын болып ас ішінде отырған жайымыз бар. Бұл жерде менің ағам, жиендер, қарындастарым келіп қалды деп, осындай кішігірім мороженое, чипсы, керешкелерін көтеріп алып келген екен. Осылай жаңбыр әдемі болып жауғаннан кейін терезелерді жуып алайын деп, осылай терезелерді жуып алған жайым бар. Біздің есіктің алдында ескі үй және жаңа үй құрылған. Осылай ескі үйдегі терезелерді біркелкі жуамасаң төмен тұрғандықтан тез шаң болып жаңбырдың сулары тиіп жаман етіп қояды. Сондықтан жуып алуды шештік. Бұл жерде қараңғы жарық болып тұрғаны күн күркіреп тұр әлі де, бірақ жаңбыр жаумады одан кейін. Және мына жерде біздің мал қорамызда осындай бұзау сиырларымыз бар екен. Өзің төркін болғаннан кейін бұзау сиырларды сағынып қалады екенсің. Осылай қарап, қалайсыңдар деп амандасып қойдық бұлармен де. Және кешкі салқынмен келініміз екеуміз осылай компот жауып алдық. Компотты алма және сливадан жауып алдық. Енді қысты күні анашым ішкен кезде дәмін айтар. Бұл жерде бір шілік етімізді кешкі салқынмен жайып алайық, суын ағызып алайық деп, осылай суын ағызып, сосын холодильникке салып қойдық. Сол менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.